Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Faberlicтен өзіңізге жеке кабинеттен тапсырыс жасауды үйренеміз. Кез келген браузерден өзіңізге Faberlic сайтын таңдап алыңыз. Міне осы жерде бізде бірден тілді өзгертуге болады. Қазақ тілін таңдаймыз. Жеке кабинеттің SMS-пен келген жеке кабинеттің номерін және құпия сөзді жазамыз. Құпия сөз әркімге өзіне белгілі құпия сөз келеді. Міне жеке кабинетке кірдік. Мынау адам тұрған жерді бассақ, тапсырысты рәсімдеу шығады. Мен жылдам тапсырысты таңдадым. Бұл жерде сіз өзіңіздің тапсырысыңызды жіберетін мекен жайды таңдайсыз. Ары қарай жалғастырамыз. Міне осы жерде біз тауарларға тапсырыс деген жерде артиклдарды жазып бастаймыз. Мысалы, міне біз затымызды таңдадық. Бұл жерде қосуды басып отырсаңыз көбейеді, алуды бассаңыз азаяды. Әрқашан қосып отырамыз осылай. Келесі таңдаудағы көңіл бөлетініміз, мысалы, бізде каталогта осындай таңдаулар болады. Екі зат салсаңыз арзан бағамен келеді деген. Соған міндетті түрде көңіл бөлеміз. Ол жерде сіз міндетті түрде екі затты осы парақшадан таңдауыңыз керексіз. Міне бұл жерде де осындай жарнамасы тұр. Міне бұл жерде сізде каталогтың бағасымен кетеді бірден, одан кейін барып келесі параққа өткен кезде баға түседі. Енді біз промо-акцияларға өттік. Промо-акцияда бізге компания өзі берген 2349 теңгеге тапсырыс жасасаңыз, сізге осындай жеңілдіктер болады деп тұрған жарнаманың бәрін осы жерден таңдаймыз. Міне сізде жаңа каталогтағы бағадан бөлек бағамен сізге таңдау беріп тұр. Таңдап алдық. Міндетті түрде осы жерден біздің компанияның берген, Faberlic клубтан берген жеңілдігінде пайдалансақ болады. Одан кейін жаңағы 100 балл жасаған бізде веб деп айтылады. Вебтан берген 70% жеңілдіктерді де осы жерден таңдауға болады. Осы заттарымыздың бәрін таңдап алып, мүмкін мынау міндетті түрде өзгерісті қолдануды басамыз. Өйткені өзгерісті қолдануды баспасаңыз, сіздің салған заттарыңыз, акциядан таңдаған заттарыңыз тапсырысқа қосылмай қалады. Міне біз барлығын таңдап алдық. Енді осы жерде көңіл бөлетініміз мынау қызыл жазумен жазылған. Өйткені біздің тапсырысымыз 5000 теңгеге толмады. Сондықтан сізден 810 теңгеге тапсырыс сұрап тұр тағы да. Осыны көңілден шығармау керек. Біз қайтадан таңдауға ораламыз. Не, осы жерде біз тағы да тапсырысымызға зат қосуымыз керекпіз. Өйткені қоспасақ, бізде ешқандай жеңілдік көрмей, толық бағасымен тапсырысымыз кетіп қалады. Міне осылай тағы да тапсырысымызға зат қосып, ары қарай жалғастырдық. Міне біз акциядан таңдайтын заттарымыздың бәрін қостық. Міне тапсырысымызды тексереміз тағы да. Міне жаңағы қызылмен жазылған жазуымыз кетті. Енді тапсырысты толық жіберуге болады. Міне сіз алдындағы салған тапсырысыңыздан сізге мынандай бонусыңыз бар екен. Ол сіздің тапсырысыңыздан алынып тасталынады.
тапсырысты растау кезінде бізге тапсырысымыз қай жерде келеді, қашан келеді, қай уақытта келеді, осындай жарнамасы шығады. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.